Қайырлы күн достар, бүгін апельсиновый нектар жасаймыз. Ал кеттік. Бізге керегі 3 литр банкының екеуі керек. Апельсин, лимон қышқылы, шекер. Осылай апельсинді тураймыз, мясорубкаға тартып аламыз. Болмаса блендерге менде де тартуға болады. Апельсинді мясорубкадан өткіздім. Мынандай сеткіден өткіздім. Егерде мясорубка емес блендерден тартам десең, ұсақтап блендерден осындай қылып сақтайсыздар. Осы дайындалғанымызды 3 литрлік банкеге саламыз. Мен күн бұрын дайындап қойдым. 6 литр суды қайнаттым, салқындаттым да холодильникке қойдым. Холодильниктен 2 литр суды міне өлшеп алдым. Осыған құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын 2 сағатқа холодильникке қоямыз. 2 сағат тұрды. Сосын жақсылап араластырып жібереміз де, енді марлеге сүземіз бұны. Екі бөліп сүземіз. Енді 350 грамм шекер саламыз. Екі қасық толтырмай, без горки дейді ғой, лимон қышқылын саламыз, 2 қасық. Енді осының бәрін жақсылап араластырамыз. Шекері ерігенше жақсылап араластырамыз. Шекер, лимон қосылған уже концентратымыз дайын болды. Осыны қазір теңге қылып 3 литрлік банкеге бөлеміз. Почти тең болып бөлінді. Енді қалған суымызды құямыз. Мұндай 2 литр суымыз бар, енді 4 литр суымызды құямыз екіге бөліп. Қолдан жасалған химиясыз апельсиновый нектарымыз дайын болды. Менімен бірге болыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.